Қайырлы күн, құрметті білім алушы. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы ағзалардың әртүрлілігі және тіршілік орталары. Ағзалардың әртүрлілігі мен жер бетінде таралуы, дамуымен танысу, ағзалардың тіршілік орталары, олардың ерекшеліктері, ағзалардың тіршілік орталарына бейімделу туралы білу мақсатында сабағымыздың бүгінгі жоспарымен танысатын боламыз. Олар: бірінші, жер бетіндегі ағзалардың таралуы; екінші, тірі ағзалардың әртүрлілігі; үшінші, биосфера эволюциясы; төртінші, ағзалардың негізгі тіршілік орталары. Олар: су тіршілік ортасы, құрлық ауа тіршілік ортасы, топырақ тіршілік ортасы, тірі ағзалық тіршілік ортасы. Жер бетінде тірі ағзалар пайда болғаннан бастап, олар әртүрлі тіршілік орталарында таралған. Планетамыздағы 2 миллионнан астам тірі ағзалардың түрлері тіршілік етеді. Олардың 500 мыңнан астам өсімдіктер құраса, 1 миллионға жуығын жәндіктер, 6 миллионның астамын жануарлар әлемі құрайды. Жер планетасындағы фауна мен флораның таралуы біркелкі емес. Жер бетінде тіршіліктің пайда болуын биосфера эволюциясында берілген кестеден қарайтын болсақ, өте ерте замандағы протерозой заманында бактериялар, балдырлар, қарапайым омыртқасыздар пайда болудан басталса, палеозой заманында жер беті өсімдіктері, амфибиялар, мезозойда сүтқоректілер, құстар, қарағай өсімдіктері үстемдік етсе, ал кайнозойда қазіргі заманғы өсімдіктер мен жануарлардың топтары пайда болғанын бұның алдыңғы сабақтарда да танысып өткенбіз. Жер бетінде таралған тірі ағзалар мөлшері, тіршілік әрекеті, құрылымы жөнінен әртүрлі болып бөлінеді. Олар жасушасыз вирустардан басталып, бактерия, өсімдіктер әлемі, жануарлар, саңыраулықтар әлемдеріне бөлінеді. Және барлық тірі ағза өздеріне қолайлы әртүрлі тіршілік ортасында мекендейді. Демек, тіршілік ортасы дегеніміз кез келген организмнің өсіп-өніп көбеюіне, ұрпақтарын жалғастыруына қолайлы табиғи, тарихи қалыптасқан орта болып табылады. Жер бетіндегі организмдердің тіршілік орталарын 4 топқа бөлеміз. Олар: су тіршілік ортасы, екінші, құрлық ауа тіршілік ортасы, үшінші, топырақ тіршілік ортасы және соңғы, ағзалық тіршілік орта. Әрбір тіршілік ортасында мекендейтін ағзаларды жалпы атауларын: суды гидробионттар, құрлық ауада ағзаларды аэробионттар, топырақты мекендейтін ағзаларды эдафобионттар, ал тірі ағзада мекендейтін ағзаларды паразиттер деп атаймыз. Тіршілік ортасының алғашқысы су тіршілік ортасына келетін болсақ, су көптеген организмдер үшін ең қолайлы орта болып саналады. Сулы ортаның өзіне тән физикалық және химиялық қасиеттері бар. Организмдер үшін судың химиялық құрамы, тұнықтығы, тығыздығы, тұтқырлығы, оттек пен жарықтың болуы және тағы басқа негізгі рөл атқарады. Судың құрамында көптеген минералды заттар мен химиялық қосылыстар кездеседі. Табиғи судың құрамындағы минералдық тұздардың мөлшері түрліше болады. Мысалы, тұщы судың 1 литрінде жарты грамм тұз болса, теңіз суында тұздың мөлшері 35-40 граммдай болады. Судың құрамында оттек мөлшері атмосферадан 20 есе аз және суға жарық аз түседі. Суда қысым күрт өзгереді. Мұның бәрі де кейбір организмнің тіршілігі үшін едәуір қолайсыздық туғызады. Суда тіршілік етуге бейімделген организмдер тобын гидробионттар, яғни гидро су, бионт тіршілік ететін деген сөздерден алынған. Олар судың түрлі қабаттарында тіршілік етуге бейімделген. Гидробионттар дүниежүзілік мұхиттарда, жер асты суларында, құрлықтағы су айдындарында кеңінен таралған. Су айдындарында 2 түрлі тіршілік ортасына жатады. Оның бірі судың қалың қабаты. Бұл қабатта тіршілік ететін организмдерді пелагустар деп атайды. Ал екінші бұл су түбі. Мұнда тіршілік ететін организмдер бентостар деп аталады. Судың беткі қабатында судың ағысымен қалқып жүріп тіршілік ететін ұсақ организмдерді планктондар деп аталады. Олар фитопланктондар және зоопланктондар болып бөлінеді. Судың түрлі қабаттарында белсенді түрде жүзіп,
тіршілік ететін ірі организмдерді нектондар деп атайды. Бұларға бас аяқты ұлуларды, балықтарды және тағы басқаларды жатқызуға болады. Ал судың ең беткі қабатында тіршілік ететін әрі микроскопиялық әрі ұсақ организмдерді бейстондар деп атайды. Тіршілік ортасының екіншісі бұл құрлық ауа тіршілік ортасы. Бұл табиғи тіршілік ортасы атмосфералық ауаның ең көп болуымен ерекшеленеді. Сондықтан да бұл ортада тіршілік ететін организмдер аэробионттар деп аталады. Яғни эйр ауа деген мағынаны білдіреді. Бұл ортаның тығыздылығы мен қысымы төмен, ал оттек пен жарық мол. Құрлық ауа тіршілік ортасында температура мен ылғалдылық жыл маусымдарына, тәулік мезгілдерінде және географиялық орналасқан орнына сәйкес күрт өзгеріп тұрады. Бұл ортада организмдердің тіршілігі үшін температура, ылғалдылық, жер бедері, жел, жыл маусымдарының алмасып тұруы негізгі рөл атқарады. Бұл ортада тіршілік ететін организмдердің орта жағдайларына әсері айқын байқалады. Тіпті олар өздеріне қажетті ортаны өздері жасап алады. Экологиялық тұрғыдан алғанда, бұл орта өте күрделі әрі ондағы орта жағдайларда сан алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Құрлықта тіршілік етуге бейімделген организмдерді терробионттар деп атайды. Бұл ортада тіршілік ететін организмдер денесіндегі суды үнемі жұмсайды, жылу реттеу механизмдері де түрліше болады. Оттектің мол болуына сәйкес, ондай организмдерде арнайы тыныс алу мүшелері пайда болған. Температураның күрт өзгеруіне сәйкес организмдерді қорғану үшін түрліше бейімделушіліктер қалыптасқан. Топырақ тіршілік ортасы. Топырақ құрлықтың беткі қабаты. Ол үнемі литосферамен және атмосферамен жанасып жатады. Топырақ ұзақ уақыттар ішінде үгітілген тау жыныстары мен тірі организмдердің шіріген қалдықтарының қосылуынан пайда болған әрі тарихи, әрі табиғи дене. Сондықтан да топырақ құрамында минералдық және органикалық заттардың қосылыстары болады. Топырақ қабатын педосфера қабығы деп атайды. Топырақтың беткі қабатында органикалық заттарды ыдыратушы ұсақ организмдер, бактериялар, саңырауқұлақтар, құрттар және тағы басқалар тіршілік етеді. Топырақ қабатының да тіршілік ортасы ретінде өзіне тән ерекшеліктері бар. Топырақ қабатындағы тіршілік үшін температура, ылғалдылық және оттегі негізгі шектеуші фактор болып саналады. Топырақ тығыз, онда жарық болмайды. Температураның ауытқуы шамалы ғана, әрі оттек аз, оның есесіне топырақта көмірқышқыл газ көп болады. Топырақ борпылдақ құрылымды болып келеді. Топырақ ішіндегі саңылауларды газдар қоспасы және су ерітінділері толтырып тұрады. Топырақ көптеген организмдердің тіршілігі үшін өте қолайлы орта. Топырақта тіршілік ететін организмдер педобионттар деп аталады. Және соңғы тіршілік ортасы бұл ағзаның өзі тіршілік орта болып табылады. Жер бетінде тіршілік алғаш рет пайда болған кездің өзінде кейбір жеке организм тіршілік ортасына айналған. Бір организмді екінші бір организм тіршілік ортасы ретінде пайдалану табиғатта кеңінен таралған. Табиғатта кездесетін әрбір түрдің өзіне тән паразиті болады. Организмде тіршілік ортасы ретінде өзіне тән ерекшеліктер бар. Мысалы, ондай ортада денеге оңай сіңетін қоректі заттар мол, температураның және химиялық заттардың құрамы тұрақты, құрғап кету қаупі және жаулары болмайды. Организмнің тіршілік орта ретіндегі қолайсыз факторларына оттек пен жарықтың жетіспеушілігін, тіршілік кеңістігінің шектеулілігін және тағы басқаларды атауға болады. Организмдер тіршілік ортасы ретінде пайдаланатын организмдер тобын эндобионттар деп атайды. Яғни эндо ішкі деген мағынаны білдіреді. Оларды тіршілік ету ерекшеліктеріне сәйкес паразиттер, симбионттар, немесе симбионттар дегеніміз сильвесті тіршілік ететіндер, және комменсалдар және тағы басқа деп бөледі екен. Құрметті білім алушы, сабақ мазмұны түсінікті болса, келесі кестедегі тапсырманы үй тапсырмасына ұсынамын. Мұнда тіршілік ортасындағы мекендеушілердің ғылыми атаулары бейнеленген. Өздеріңіз көріп отырғандай, су тіршілік ортасындағы гидробионттарды неистон, планктон, плистон, нектон, бентос сияқты ғылыми атаулармен бөліп көрсеткен. Дәл осы сияқты төменде берілген атауларды оқулықтың көмегіне сүйене отырып, негізгі сипаттамаларын беріңіздер.
бүгінгі сабақ мазмұны түсінікті болса назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.